Жақында Алматы қаласы Түрксіб ауданында орналасқан номері 85-ші жалпы білім беретін мектебінде аудандық семинар ұйымдастырылды. Оған 30-ға жуық мұғалім қатысты. Мектеп ұжымының математика мұғалімдері, химия, биология, физика, бастауыш сынып және орыс тілі мұғалімдері сабақ барысында осы әдіс тәсілдерді қолданатын, қандай әдіс тәсілдерді қолданатынын көрсетеді. Және осы әдіс тәсілдерді қолдану барысында оқушының қызығушылығын оятып, қандай нәтижеге жететіндігі туралы айтып береді. Что-то просто поражает, ведь я же профессионал. Всех на свете не лечат прямо самого. Семинар барысында мектеп директоры Нинел Еркебаева қатысушыларға білім ошағының тыныс тіршілігімен таныстырды. В 2010 году школа прошла капитальный ремонт, сейсмоусиление. Кабинет русского языка и литературы. Вот у нас на первом этаже, это 11-й кабинет. Бұл жиында мұғалімдер химия, физика пәндері бойынша жасалған жұмысты көрді. Сондай-ақ жасанды интеллект бойынша жасалған жұмыста назардан тыс қалмады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Алматы қаласы Түрксіб ауданы номер 85-ші жалпы білім беретін мектепке қош келдіңіздер. Бізде ұлттық құндылықтарда ұлттық ойындар түсті, ұлттық ойындар олар бала тәрбиесіне өте пайдалы. Біз оған қыз қуу, теңге алу, күрес, арқан тартыс, бәйге, көкпар, соқыр теке, хан алшы. Семинарға қатысқан мұғалімдер алған мәселелерімен былайша бөлісті. 85-ші мектепте атаулы семинар өтті. Семинар барысында көп тәжірибеден алынған жұмыстар түрлерін көрсетті. Жас ұстаздар, тәжірибелі ұстаздар берген баяндамасы, берген мәліметтер Есенжол Ерекенов білім айнасы үшін. ұтымды болды.